Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 22-ші сабақ 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Қосу және азайтуды орындайтын боламыз. Алғашқы бірінші есеп. Балаларға сурет бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыруға көмектес дейді. Мұнда суретте жапырақтар және гүлдер көрсетілген, бірақ түстері әртүрлі. Соларды санап, қосу және азайту амалдарын құрастырайық. Бірінші 3 қызғылт жапырақ көрсетіліп тұр. Оның астында 5 сары жапырақ. 3-ке 5-ті қоссақ қанша болады? 8 болады. Немесе 5 сары жапыраққа 3 қызғылт жапырақты қоссақ та 8 болады екен. Барлық жапырақтың саны 8. Одан 3 қызғылт жапырақты азайтамыз. 5 қалды, немесе барлық жапырақтың саны 8, одан 5 сары жапырақты алып тастасақ 3 қалады екен. Енді осының астында гүлдер көрсетілген. Мына сарғыш қоңыр гүлден нешеу екен? 6 екен, Одан кейін 2 сары гүл көрсетілген. 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады, немесе 2 сары гүлге 6 басқа түсті гүлді қоссақ 8 болады екен. Немесе 8 гүлден 2 сары гүлді алып тастасақ 6 қалады екен. Немесе барлығы 8 гүлден 6-ын алып тастасақ 2 сары гүл ғана қалады екен. Осылай берілген суреттер бойынша біз қосу және азайту амалдарын, яғни есептерін құрастырып оларды шығарып алдық. Келесі бізде екінші есеп. Есепте дейді. Мұнда бірнеше сандар жапырақтардың ішінде жазылған, соларды қосып азайтайық. 1-ге 3-ті қосамыз, 4 болды, оған 5-ті қосамыз. 9 болады, 9-дан 6-ны азайтсақ, 3 қалады, 3-ке 3-ті қоссақ, 6 болады, 6-ға 4-ті қоссақ, 10 болады екен, Келесі, оның астында 10-нан 8-ді азайтамыз. 2 қалды. 2-ге 6-ны қосамыз. 8 болады. 8-ден 4-ті азайтамыз. 4 қалады. 4-тен 4-ті алып тастасақ, 0 қалады, Енді 0-ге 9-ды қоссақ, 9-дың өзі шығады екен. Мінеки озат оқушым, біз мұнда берілген сандар бойынша қосу және азайту амалдарын шығарып, мәнін тауып алдық. Келесі үшінші есеп. Сандардың құрамын есіңе түсір. Мұнда 8, 9, 10, 7, 6, 5 деген сандар берілген. 8 санның құрамы 5 пен 3-тің қосындысы, немесе 4 пен 4-тің қосындысы. Болмаса 6 мен 2-нің қосындысы, солай кете береді. 9-дың құрамын 6 мен 3-тің қосындысы деп алсақ болады. Ал 10-ның құрамын қалай алсақ болады? 5 пен 5-тің қосындысы 10 болады, 7-нің құрамы бізде қандай сандар бола алады? 7-нің құрамы 4 пен 3-тің қосындысы бола алады екен, немесе 5 пен 2-нің қосындысы, 6 мен 1-дің қосындысы да 7-нің құрамы бола алады. 6-ның құрамы 3 пен 3-тің қосындысы болады екен, 6 болады 3-ке 3-ті қоссақ. Ал 5 санның құрамы 4 пен 1 саны бола алады, 4-ке 1-ді қоссақ 5 шығады екен, немесе 3 пен 2, 3-ке 2-ні қоссақ та 5 болады. Келесі 4-ші есеп. Екінші қосылғышты алу үшін текшені лақтыр, мысалдар құрастыр және есепте. Міне мен ортасына үлкен текшенің суретін қойып қойдым. Осындай текше бар, сонымен лақтырып ойнаймыз ғой. Соны лақтырып дейді мұнда. Екінші қосылғышты алу үшін текшені лақтыр дейді. Мысалдар құрастыр және есепте дейді. Бірінші қосылғыш 1 деп мұнда сарымен жазылып тұр, Біз текшені лақтырып қалдық. Екінші қосылғыш 3 шықты. 1-ге 3-ті қоссақ, қосындының мәні 4 болды. Екінші рет лақтырамыз. 2 деген тұр уже. Тағы бір лақтырғанда текшеде 5 шықты. 2-ге 5-ті қоссақ, 7 болады, қосындының мәні. Одан кейін 3 деген сан тұр. Текшені лақтырып қалдық. Екінші қосылғыш бізде 2 шықты. 3-ке 2-ні қоссақ, 5 болды, Одан кейін 4 деген бірінші қосылғыш тұр. Текшені лақтырып қалдық. Тағы да 4 деген екінші қосылғыш шықты. 4-ке 4-ті қоссақ, қосындының мәні 8 болды. Мінеки озат оқушым, біз суретке қарап текшені лақтырып, екінші қосылғышты тауып,
бірінші қосылғышқа оны қосып алдық та қосындының мәнін тауып алдық. Осыны дұрыс түсініп ала ғой, иә? Берілген есепті шығарып болдық. Біздің бүгінгі 22-ші сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Бұйырса, мен саған міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.